Сәлеметсіздер балалар. Бүгінгі сабағымыз дифференциалды теңдеуге арналады. Біз бұл тақырыпты, бұл тарауды біттік, бірақ дегенмен де жылдың соңында бір қайталауға, сол үшін алдында бір қайталауға жалпылама ретінде беріп отырмын. Біз дифференциалды теңдеудің 4 түрін білеміз. Енді 4 түр болғанда бәрі бір-бірімен байланысты, бірақ өткен нәрселеріміз ол біріншісі, айнымалылар ажыратылатын. Енді осыны шешіп көрейік. Бірінші есепті айнымалылар ажыратылатын деп тұрмын. X, Y-терді екі жаққа бөле аламыз, яғни мынаны тастаймын мысалға x x 4 минус y квадрат dx тұра берсін тең мынау мына жаққа қарағанда минус болып барады, минус 1 минус x квадрат dy. Енді y-терді бір жаққа жинайық, x-терді мына жақта x тұр, міне x пен dx тұр, мына жақтың x мен dx тұр. Мына өрі x-ке байланысты ол сол жаққа бөлімге барады, яғни бөлу түбір астында біреулердің түбірден ұмытып келесіңдер кейде 1 минус x квадрат тең мына жақта минус y пен dy тұр. Мынау 4 минус y квадрат мына жаққа барады. Түбір астында 4 минус y квадрат. Енді екі жағын айнымалылар ажыратылды, екі жағын интегралдай саламыз бүйтіп. Жеке-жеке интеграл тауып көрейік. Біріншісі мына жағын интегралын табайын. x dx түбір астында 1 минус x квадрат. Әрине мына жерде түбір астында 1 минус x квадратты түбір астында осында бір басқа мен алмастырам т деп. Екі жағынан туындалса минус 2x dx тең dt болып. Осы алмастыруды орындайық. X dx яғни ол dt бөлінген минус 2 болады мына жерде. X dx тапсам dt бөлі минус 2, яғни x dx-ті соны жазамын. dt бөлінген минус 2 бөлі түбір астында t. Түген 1 минус x квадратты біз t деп беріледі. Сонда ол минус 2-нен бір сыртқа шығарсам, ешқанда dt бөлінген түбір астында t деп тұр. Немесе егер интегралдар кестесін білсек, 2-ні сыртқа кіргізсек те болады. Енді допустим минус 2-нен бір тұра берсін. t-ның түбірдеген 2-нен 1 бөлінген минус 2-нен 1 дәрежесі болған, оған 2-нен 1-ді қоссам, минус 2-нен 1, 2-нен 1-ді қоссам 2-нен 1 болады, осыны 2-нен 1-ге бөлем. Тыларына 2-нен 1-лер қысқарып кетеді, тең минус t-ның 2-нен 1 дәрежесі, немесе t-ның орнына қайттан қоям, ол болады 1 минус x квадрат. Осындай интеграл болады мына жағы, мына жағынан. Енді дәл сол сияқты мына жағын істесек те еш нәрсе өзгермейді. Бірден жаза салайын енді мына жерде. Мына интегралдың орнына болады минус 1 минус x квадрат. Ол тең болады. Мына интегралда минус, интегралды есептесек қазір минус 4 минус y квадрат болады. Еш нәрсе өзгермейді. Еш нәрсе өзгермейді. Сөйтіп енді 2 минус мына жерде плюс болып кетеді. Сөйтіп минус 1 минус x квадрат тең 4 минус y квадрат. Екі жақтың біреуіне цны қоссайық, мына жаққа цны қоссалай маған ыңғайлы. Мынау жалпы шешім. Мына теңдеудің жалпы шешім. Енді y0 тең 2 қанағатының дербес шешім. X-ның 0-ді қоям, y-ның 2-ні қоям. Цны табу керек қой бізге. Мынау жалпы шешім балалар. Осы жермен аяқтауға болады, түрлендірмей ақ қоюға болады. Өйткені кейбір балалар түрлендіру барысында қате жіберіп алады. Енді осының орнына қояйық ал. X-ның 0, y-ның 2-ні қоям. С минус 1 минус 0 тең түбір астында 4 минус y-ның 2-ні қоям. 2-ні квадрат 4. Сөйтіп мына жақта есептесеңіз 0, мына жақта 1-ден 1, с минус 1 тең 0, яғни с тең 1-ге болып тұр. Осы теңдерді мынаны жазамын енді қайтадан шешім. 1 минус x квадрат тең 4 минус y квадрат. Мынау уже бізде дербес шешім. Енді балдарды 3 балды, не үшін 3 бал берді? Мен ойымша, мына интегралға алып келгенге, айнымалыны ажыратқанға 1 бал беруші едім. Қалған 2 балын жеке-жеке интегралға мынаның интегралын тапқан үшін, яғни былайша мына жағы үшін, мына жер үшін 1 бал беруші едім. И мына жер үшін интегралын тапқан үшін 1 бал, сөйтіп 3 бал. И 1 бал мына жерде тұр, ол мына цны тапқан үшін 1 бал беруші едім. Ары қарай, сөйтіп айнымалылар ажыратылатындарды біттік. Екінші түрі. Теңдеуді шешіңіз балалар, қараңдар, мынау квадрат,
мына жерде x пен y-дің бір дәрежесі квадрат болады, яғни бір текті. Мына жерде ең басында біз айнымаларын ажыратып көреміз, әрине. Бірақ көрсеңдер ажыратылмайды. Сондықтан айнымалар ажыратылғанға жатпайды. Бұл бір текті. Бір текті теңдеу шешкен кезде y-дің орнына біз u x деген алмастыру енгіземіз, ал y штрих мынадан туындалсақ u штрих x плюс u болады. Сөйтіп адан жазайық, міне u квадрат x квадрат плюс x квадрат y штрихшінің орнына u штрих x плюс u тең x квадрат u и қайттан u штрих x плюс u болып тұр. Енді барлығын x квадратқа бөліп жүрейік. u квадрат плюс, енді x квадрат жоқ, жақшаны аша берейін, u штрих x плюс u тең, мына жақшаны ашайын, u көбейтілген u штрих x плюс u квадрат. Екі жақта да u квадрат бар, қысқарып кетті. Енді u штрих x-тарды бір жаққа жинайық. Скорее мынаны мына жаққа алып келемін, мына жақта u тұра берсін. u тұр, міне тең, мына жерде u штрих жақшаны аша жүрсем ux. Так, не болды, мына u тұр. Мына жерде u штрих шығарып жүрсем ux плюс минус x болады. Мына жерде x шығарып жүруге болады екен. u штрих x шығарып жүрсем u минус 1 болады екен. Сөйтіп, енді u тең du бөлу dx, u штрих дегеніміз x алдында тұрсын. И мына u минус 1 де алдында тұрған жақсын, ладно, мына жерге жазсайық. Енді айнымаларға жазылайық, u-ларды мына жаққа, x-тарды мына жаққа жинайық. dx мұнда барды, dx бөліміне мына жаққа кетті, x 1 бөлінген x болып барды. Тең u минус 1 тұр, du тұр, и мына u бөлі болып барды. Мына айнымаларға жатылы екі жағын интеграл аламыз. Біріншінің интегралы ол ln x c дей салайын сразу, да? Бір жағына c қосуым керек қой. Енді мына интегралын қалай табамын? Мына жеке-жеке бөліп жүрсем болады. u-ды u-ға бөлсем, міне, пока интеграл алған жоқпын, 1 минус 1 бөлінген u. Оның интегралы u-дікі 1-дікі u минус ln u. Болды, u-дың орнына енді бағана мына өрден u дегеніміз ол y бөлі x қой. Соны қоя саламын. ln x c тең y бөлінген x минус ln y бөлінген x. Не осылай аяқтай сағада болады, но бізде жалпы шешім. Бірақ есепте осы жалпы шешім тапсаңдар болды деп тұр. Бітті, осы жерден аяқтай сағады. Енді 6 балды бірінші әдіс үшін мына өрді қолдан бір текті екен көре білген үшін мен ойымша осы жерде 1 балл беру керек. Сосын арай қолданып, мына жерге келгенде 1 балл берушем, мына жерге келгенде 1 балл берушем. Интегралда мына жағын алған кезде мынаған 1 балл берушем, мынаған 2 балл берушем. Сөйтіп 6 балл тарап тастау болады. Ең оңай дифференциалды теңдеулердің бірі ол екінші ретті бір текті. Екінші ретті сызықтық. Енді мына характеристикалық теңдеулерін жазамыз. Ол характеристик лямбда квадрат минус 2 лямбда плюс 5 тең болады. Осыны дискриминантпен шығарсақ, b квадрат 4 минус 4 жердегі 5 минус 16. Яғни лямбдаларымыз бізде минус b, яғни 2 плюс минус 16 бір 16 4 ай бөлінген 2 бөлінген 2 тең 1 плюс минус 2 ай. Егерде комплекс шығатын болса, y тең e-нің нақты бөлігі x дәрежесі болады. E-нің 1x 1 жазылмайды. Мына 2 деген коэффициент ол синус косинустар болады. c1 синус 2x плюс c2 косинус 2x. Міне мынау балалар бізде жалпы шешім. Бұл жерде 5 балл берілген, мен ойымша осы 5 баллдан 3 балл осы 1 баллына характеристикалық теңдеуге, сосын тағы 1 балл мынаған, сосын дұрыстап жазған тағы да 1 балл. Енді қалған 2 балл мынаның, ол мына шарттарды қолданып c1 мен c2 табу. Біріншісі y 0 тең 0 деп тұр. Y-дің орнына 0-ді қойсам 0, x-дің орнына 0-ді қойсам 1, x-дің орнына 0-ді қойсам 0 болып кетеді. 0-ді c2 қалады. 1 көбейтілген 0 плюс c2. Енді өздерің қарап отырсаңдар, значит c2 тең 0 автоматически. c2 0-ге тең болып қалды. Қазір мына жақтарды өшіріп тастайын.
қандай шығар. С2 тең 0 болып қалса, біздің жалпы шешіміміз мына y тең c2 жоқ уже. Е-нің x дәрежесі көбейтілген c1 синус 2x болып тұр. Немесе дұрыстап c1 е-нің x дәрежесі синус 2x деп жазайық. Пока жалпы шешім осы болып тұр әлі. Жалпы шешім. Біз әлі мына екінші соңын y штрихті қою үшін қазір мынаны туындысын табу керек. Y штрихтің c1 деген коэффициент тұра берсін. Мынау u, мынау v. U v-ның туындысы қалай еді бізде? U штрих v минус v штрих u ғой. Минус деп плюс. E-нің x дәрежесі туындысы ол E-нің x дәрежесі синус 2x тұра береді. Плюс енді E-нің x дәрежесі тұра береді. Синус туындысы косинус 2x көбейтілген 2. Ал туындысы. Осы туындыға x-нің 0 болсам, y минус 1 екен. Минус 1 тең c1. X-нің 0-ді қойым, 1 болды. Мынау 0 болып кетті. X-нің 1-ді қойсам, мынау x0 0 болса, мынау 1. Мынау 2. Так, мынау 0 болып кетті. Мынауымыз 1 болады. Мынау 1 болады. 2 ғана қалады. 0 плюс 2. Сөйтіп минус 1 тең 2 c1. Бұдан c1 тең минус 2-ден 1. Енді сонымен мына жерге c1-ді қойып жазамыз бағанағы нөлге. Y тең минус 2-ден 1, E-нің x дәрежесі синус 2x. Міне мынау бізде балалар мынау үшінші теңдеудің аяғы. 5 балдың және 3 балын тараттым. 2 балына 1 балына C2-нің 0 екеніне 1 бал бершедім. Мына бір тапқаншы тағы 1 бал берсек, общий 5 бал. Енді соңғысы, бұл енді кәдімгі интегралдық фактор арқылы бұл бірінші ретті бір текті. Ондай теңдеуде біз u y штрих плюс p x y тең q-ға деген. Q деген түрге келтіреміз, бірақ бізде ол уже келіп те тұр. P-ның орнында бізде мына бір тұр. 2x. Яғни u тең e-нің 2x dx немесе e-нің x квадрат. U-ды таптық. Енді шешімнің өзі жапсақ, ол 1 бөлінген u, яғни 1 бөлінген e-нің x квадрат дәрежесі. Интеграл. Осы e-нің x квадрат дәрежесін q-мен көбейтеміз. Q-мыз ол x e-нің минус x квадрат синус 2x. Синус x жайған x. Синус x dx деп тұр. Енді e-нің минус x квадраттан қысқарып кететін бізге көрініп тұр. 1 бөлінген e-нің x квадрат интеграл x синус x dx. Тең. Енді мынаны интегралын табу үшін u v ды мен шығарамыз. Мына жерге жалғастыра берейін да балалар. U деп обычно туындыс азаятын аламын. Синус x dx-ті dv деп аламын. du тең dx. Мына жерден енді синус интегралы ол минус косинус x тең v болады. U v du-ны бірінші басында атыра берсін, ұмытып кетпейік. Мына жерде u v яғни u v x көбейтілген минус x косинус x минус v du минус косинус плюс болып кетеді. Косинустың интегралы ол синус x. Синус косинусқа тең. Плюс с деп аяқтасақ, мына есепте бітеді. Осымен сабағымыз аяқталды. Бір қайталап естеріңе түсіріп алыңдар.